Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Сіздермен бірге биология пәнінің мұғалімі Әбітай Алия Нұрланқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасуша органоидтары және жасуша мембранасы. Жалпы жасушаны микроскоппен алып қарағанда, оның көлемі 0,1 мен 0,125 мм мен және 155 микрометрге дейін жетеді. Ол жасушаның атқаратын қызметіне байланысты. Мәселен, эукариот жасушалары прокариот жасушаларына қарағанда әлде қайда үлкен болады. Енді бүгін жасушалардың органоидтарына тоқталсақ. Жалпы жасушаның ішін тұтас сұйықтық цитоплазма жауып жатады. Цитоплазмада барлық органоидтар орналасқан. Ең бірінші органоид ол бізге қажетті эукариоттарда кездесетін ядро. Ядро тіршіліктің тұтас бір жүйесі, үлкен компоненті. Ядрода тұқым қуалаушылық ақпарат сақталып, оны ұрпақтан ұрпаққа беріп тасымалдап отырады. Келесі органоид ол рибосома. Жасушадағы ақуыз түзілуін қамтамасыз етеді. Ақуыз синтезінің орталығы деп атайды. Оның диаметрі 20 мен 25 нанометр аралығында. Рибосома цитоплазмада бос күйінде де, жалғасқан күйде де, сондай-ақ барлық тірі организмдердің жасушасында кездеседі. Келесі органоид митохондриялар. Жасушаның тыныс алу процесін қамтамасыз ететін органоид. Митохондрияның ұзындығы 100 микрометрдей, диаметрі 0,2 мен 1 микрометр арасында. Саны 1-ден 1000-ға дейін жетеді. Жасушадағы негізгі энергия тасушы зат. Кейде митохондрияны жасушаның энергия станциясы деп те атайды. Келесі эндоплазмалық тор. Цитоплазмадағы көпіршіктердің, жалпақ қапшықтардың және түтікше құрылымдарының торлы жүйесі. Әртүрлі қызмет атқарады. Ағзаға немесе жасушаға келіп түскен улы заттарды залалсыздандыру қызметін атқарады. Келесі органоид бізде Гольджи кешені. Гольджи кешені көптеген ұсақ көпіршіктер мен және цистерналардан құралған. Негізінен Гольджи кешені лизосомаларды түзуге қатысады. Ал лизосоманың өзінің құрамында ас қорыту ферменттері болғандықтан, ол ас қорыту және ыдырату қызметтеріне қатысады. Енді клетка мембранасына келсек. Клетка мембранасы жасушаның цитоплазмасын орнайтын жұқа жартылай өтетін мембрана. Оның функциясы жасушаның ішіндегі заттардың тұтастығын қорғау және басқа заттардың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. Сондай-ақ кейбір организмдердегі цитоклеткаға және басқалардағы жасуша қабырғаларына арналған тірек негізі болып табылады. Осылайша жасуша мембранасы жасушаны қолдауда көмектеседі және оның пішінін сақтауға көмектеседі. Енді сіздерге үйге тапсырма. Төменде көрсетілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.